Мен кіммін? Мұсылманмын ба, әлде ғылымды сағымша қуған адаммын ба? Неге мен алған діни білім бәріне жат? Айналамда толған адам, бірақ неге мен жалғызбын? Үйде де, сыртта да түсінер ешкім жоқ. Олар мен адасқан санайды, бірақ адасқан мен емес. Адасқан олардың нағы өзі. Міндетіміз тек құлшылық болса, онда дүниелік білімнің не қажеті бар? Ата заңның керегі шамалы, шариғат бекіткен ереже бар емес пе? Дінге еңбегі сіңген шейхтарымыз көп. Неге оларды әспеттемеске? Ата дәстүр дейді, ұлттық код дейді. Мұның бәрі бекер. Ұлт зиялыларын не үшін ұлықтай береміз? Дін үшін не істеп сонда олар? Ғылымға терең бойлаудың қажеті жоқ, түбі адастырады. Көп оқысаң, жаратушының ісіне араласқаның. Әсте менің бағытым тура, барар жерім жарық әрі анық. Бұл менің таңдауым, бұл менің дұрыс жолым.